Так, башыңызға қайырлы таң деймін бе, қалай осы дейді. Бүгін ертең тұра қойдым. Бір осындай звонок келді. Әшейінде негізі мен таныс емес номерлерді көтермейтін. Осы жаңа бір андай болды, может реклама ба деген сөйтіп көтердім. И потом айтады сотрудник полиции, бірдеңе, заявление түсті үстіңізден анаңызға еще дейді. Сізге анаңызға дейді, супругыңыздан дейді. Мен айтамын, хотя бы бывший супруг демеді, ол айтып қойған үшін мен супругым деп айтуға сай келмейтін адам деді. Сол сөйтіп айтып жатыр, и примерно түсіндім, уақыт жайлы қозғалайын деп жатқан тема. И өзі айтты, 20 миллион ақша деп, 20 миллион қырқынды болған. Сол, сондай хабарлама келді бүгін, қыздарың сондай хабарлама естіп отыр. И мына жерде сен менің анамды қозғапсың да, бір сіз деп айтқым келіп тұрған жоқпын, оған просто лайықта көріп тұрған жоқпын. Сен менің анамды қозғапсың, анама заявление жазыпсың тоже. Сен білесің, менің галереямда сенің анаңның қандай айтқан маған сөздері тұр, видеозаписпен тұр, диктофонда қандай запистер тұрған білесің, саған өзіңе де жіберген болатын, как бы, или жібермедім ба? Сен білесің, мен деп, в общем, дәлелдеп тұрған. Мен шығаратын болсам қиын болады сен мамаңа. Сен мамаңа қиын болады. Мамаңыз ондай хитті өмірінде көтере алмай кетеді. Либо сен заявлениені қайтып аласың, или мен шығару керек, бүкіл ақпаратты шығаратын боламын, что сен екінші рет халықтың бетіне қарай алмай қаласың. И мен негізі айтқым келмеген болатын бір нәрсені. Ну, пожалуй, онда мен бүгін постқа салайын, әдемілеп тұрып. Негізі мен тыныш, мирно кеткім келді. Ну, давай, постқа салайын. Сен шоу қалып жатсың ғой. И сосын айтыпты да,